айтчам. Сіз таныстырғанда документіңізбен таныстыру керек емессіз бе? Документіңмен. Документіңізбен шығар, может. Документіңмен. На вы, да, может. Документіңмен. Субординацию соблюдайте. Не деп тұрсыз сіз? Субординация сақтаңыз деймін. Сіз емес, сен емес, сізді төлейсіз. Сізге бермеймін, сізге көріңіз. Басым Исенбайұлы. Құжаттарыңызбен таныстыру. Срок годности көрейін енді. Асықпа жүрші. 2021. Аха. Құжаттарыңызбен таныстыру. Қандай құжат? Жүргізуші куәлігіңіз, автокөліктің құжаттары. Қандай құжат? Автокөліктің Техникалық тіркеу куәлігі. Аха. Таныстыра қойыңыз. Екі күнмен ба? Түсінбедім. Сол екі документ ба? Сақтандыру полисін таныстырыңыз. Ол не үшін керек? Құжат тексеру барысында 2-1-1 пунктын оқыңыз, не үшін керек екені жазылған. Праваны, жүргізуші куәлігіңізді алатын кезде заңымен таныстырмасыз да, тест тапсырған шығарсыз. Құжаттарыңызбен таныстыра қойыңыз. Автокөлікте қандай құжат болатынын білесіз ғой? Жоқ, мен правамен, техпаспортпен таныстырамын. Неге? Сол? Автокөлік кімнің атында? Менің атымда? Міне. Сақтандыру полисін таныстырыңыз. Таныстыра алмаймын мен оны. Неге? Сіз жоқ деп оформлять ете беріңіз. Сақтандыру полисі қай уақытта таныстыру керек, білесіз ба? Жоқ па сізде? Авария... Қарсы, жақсы, жоқ па сізде? Менде бар. Заңның атымен сұрайын. Сіз заңды көрсетіңіз. Жүрмеймін, мында алып келіңіз. Мына келесі видеоны қарашы, вообще қызық бар ғой айтайыншы. Осы сілтемеге шыққан видеоны қарашы, үстіне бас. Вообще қызық мына видео, қарашы.